Қайырлы күн әріптестер, қайырлы күн 10-шы сынып оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бізде бүгін қазақ әдебиеті сабағы, өздеріңе таныс, Талап Сұлтанбековтың көшпелі әңгіме шығармасын бастап өтіп жатырмыз. Жақсы балалар, олай болса, көшпелі алтын шығармасының авторы Талап Сұлтанбеков жайлы миға шабуыл әдісі бойынша ой шолып көрейік. Қанеки балалар, демонстрация экран жасалды, міндетті түрде мұқият қараңдар. Әр сөзге, әр тіркеске мұқият болыңдар. 1930 жыл дегенде не естеріңе түседі? Яғни ақынның өмірі мен шығармашылығына байланысты. 1930 жылы Талап Сұлтанбеков дүниеге келді. Дүниеге келген жылы. Тамаша, өте жақсы Мұрат, рахмет. Келесі. Алматы облысы Ақсу ауданы десек. Оның туылған жері. Яғни жазушының туған жері. Алматы облысы Ақсу ауданы, осы Жетісу өңірінің тумасы екен. Жақсы, келесі. Талап Сұлтанбеков мұғалімдер отбасында дүниеге келген. Тамаша, Бек мұғалімдер отбасында дүниеге келген екен. Жақсы, келесі. Талап Сұлтанбеков Ілияс Жансүгіровтің немере інісі. Тамаша, немере інісі, нақтылап айтатын болсам балалар, Ілиястың атасы Берсүгірдің мирас толықтырып жібер. Жақсы. Немере інісі болып келеді екен. Сондай-ақ балалар, алғашқы шығармасы орта ақырына арналған. Талап Сұлтанбеков жас кезінде не ойлағанды ұнатқан деп өткен сабақ айтылды? Тоғызқұмалақ ойлағанды өте жақсы меңгерген екен. Жақсы балалар. Олай болса, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Талап Сұлтанбековтың көшпелі алтын ғылыми фантастикалық әңгімесінің екінші сабағы. Яғни балалар, біздің бүгінгі сабағымыздағы меңгеретін оқу мақсатымыз көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау. Осы оқу мақсатына сай бағалау критерийлері кейіпкерлердің әрекетін анықтайсыңдар, кейіпкерлер жүйесін талдайсыңдар. Яғни осы оқу мақсатына сай бүгін жұмыс жасайтын боламыз. Балалар, сендердің назарларыңа 3 түрлі конверт ұсынамын. Яғни сиқырлы конверттер әдісі арқылы бүгін біз топқа бөлінеміз. Бірінші қызыл конвертте қандай сұрақ жасырынған екен? Бірінші болып сұрақты оқыған бала топ мүшесі болады. Кім оқиды? Апаймен оқиды. Ал жақсы, бастай қой Мирас. Көшпелі алтын әңгімесінің басты кейіпкері кім? Ал осы қызыл конверттегі сұраққа жауап берген балалар сол топтың, яғни Мирастың тобында болады. Қанеки, кім жауап береді? Сәмен бала және Қаштай. Дұрыс айтасың, Сәмен бала мен Қаштай Мирастың тобына барады. Тағы да? Негізгі кейіпкер әрине Сәмен оқушы. Тағы да қандай кейіпкерлер бар? Айтиев пен Борис Михайлович. Жақсы, тамаша. Келесі екінші жасыл конвертті топ жетекшісі болам дейді. Кім? Мен. Ал, жақсы оқи ғой Әлмира. Әңгімеде қандай фантастикалық құбылыстар суреттелген? Ал, осы сұраққа жауап берген балалар Әлмираның тобына барады. Қандай фантастикалық? Жақсы, тағы да? Жоғары температурадан әйнектердің пайда болуы. Жақсы, алтынмен байланысты. Және алтынның көшуі бар, е? Жақсы, тамаша. Үшінші сұрақ, сары конверт. Қанеки, топ басшысы болам дейді кім? Сәменнің мақсаты не еді? Адина болғысы кеп тұр, жақсы. Сәменнің мақсаты не еді? Қандай мақсатпен? Сәменнің мақсаты көшпелі алтынды іздеп табу болды. Яғни көшпелі алтынды іздеп тапқысы келді. Жақсы балар, олай болса, біз 3 топқа бөліндік. Яғни қызыл конвертті таңдаған оқушылар осы көшпелі алтын әңгімесінің бөліктеріне бөле отырып, сендер бірінші бөлімі таудағы от бөлімін талдайтын боласыңдар.
Екінші, жасыл конвертті таңдаған оқушылар Шайтантауға сапар бөліміндегі әңгіменің жалпы барысын талдайтын боласыңдар. Үшінші топ үңгірдегі сыр бөлімі, яғни осы үш топ бірге отырып, жалпы көшпелі алтын әңгімесіндегі бөлімдерді үш топқа бөліп отырмын. Яғни осы бөлімдерді оқи отырып, бүгінгі оқу мақсатына сай біз жұмыс жасайтын боламыз. Жақсы балалар, енді қарай қойыңдар. Бірінші топ, не жасайсыңдар? Тапсырманы мұқият түсініп алыңдар. Бірінші топтағы балалар таудағы от бөлімін мұқият оқисыңдар да, мына берілген кестені толтырасыңдар. Бұл тапсырманың дескрипторы әңгіменің бөлімін оқиды, оқиға желісін талдайды. Яғни өздеріңе белгілі оқиғаның басталуы, дамуы, шиеленісуі, шешімі бойынша осы бөліммен толықтай жұмыс жасайсыңдар. Келесі, екінші топ, сендерге ұсынып отырған тапсырма Шайтантауға сапар бөліміндегі кейіпкерлердің әрекетін талдайсыңдар. Яғни мен оны пирамида кестесі арқылы сендерге ұсынып отырмын. Бұл тапсырманың дескрипторы әңгіменің бөлімін оқиды, кейіпкерлердің әрекетін талдайды. Яғни пирамида кестесін өздерің білесіңдер, әңгімеде кейіпкерді аласыңдар, оның әрекетін және сол кейіпкерге тән мінезді талдап жазуларың қажет. Тапсырма жаңағы дұрыс орындалады деген ойдамын. Келесі үшінші топ, сендерге берілетін тапсырма, әңгімеден қысқаша үзінді беріп отырмын. Әрі қарата әңгіме қалай дамиды, соны жеткізесіңдер. Және кейіпкерлердің жүйесін жалпы осы әңгімедегі кейіпкерлер гауһартасына толтырасыңдар. Бұл тапсырманың дескрипторы әңгіменің бөлімін оқиды, оқиға желісін дамыта баяндайды және кейіпкерлердің жүйесін гауһартасқа толтырады. Олай болса, балалар, қазір біз Zoom платформасы арқылы топқа бөлінеміз. Топқа бөлінгеннен кейін сендер міндетті түрде топ ережесін сақтауларың қажет. Яғни топта біз қандай болуымыз қажет, балалар? Қалай ойлайсыңдар? Топ ережесін бір қайталап жіберейік. Бір-бірімізді тыңдай білуіміз керек. Дұрыс айтасың. Жұмысшыл болуымыз керек. Және Көмек беру керек. көмек беруіміз қажет. Жақсы, балалар. Так, енді қазір онда біз топтарға бөлінеміз. Так, мен сыныпты қазір 3 топқа бөлемін Zoom платформасында. Так, создать. Так, жаңағы сендердің айтқандарың бойынша. Топтарға. Так. Топтарға бөліп жатырмын, балалар, сіздерді. Мұнда кірмей жатқан балаларды кіргізейін. Так, Еркебұлан бізде екінші топқа бару қажет. Әріптестер, сіздер өздеріңізде топтарға бөліне берсеңіздер болады. Апай, мен жаңа байқамай үшінші залға кіріп кеттім, өзіміз алмаққа кіремін. Қазір. Балалар, жұмыстарыңды талқылай беріңдер. Мұнда Дилназ қалыпты. Так, Альмира қалыпты. Қазір. Так, сессионный залға жіберейін сендерді, балалар. Так. Адина, сен Альмира қай залда отырсың? Екінші, соған кіру керек. Екіншіге кіру керексің сен, аха. Екінші залға кіргіздім сені. Жақсы. Адинаны кіргізу керекпін үшінші залға. Жақсы. Так, екінші зал отыр бізде, үшінші зал отыр, бірінші зал отыр бізде.
Мгм. Мгм. Жақсы. Так, балалар, сендерге берілген тапсырманы орындап жатырсыңдар ма? Сендерде кейіпкерлерді гауһартасқа орналастыру қажет. Я, әңгіменің бөліктеріне бөліп оқып жатырмыз ба, талдап? Я, мен бөліп бердім бәріне қайсысын айтады. Жақсы, оқи беріңдер. Оқи беріңдер, балалар. Тамаша. Мен екінші топты көріп шықтым. Енді бірінші топқа барып шығайын. Яғни Апай. кестені толтыруға дайынсыңдар, я, балалар? Я, Жақсы. Әңгіменің мазмұндап Адинаға айта беріңдер. Мұнда бізде қонақтарымыз кірмей қалыпты. Мен сол кісілерді кіргізіп жіберейін залдарға. Мгм. Ал, жақсы балалар. Сендер не жасап жатырсыңдар? Берілген тапсырма түсінікті ме? Иә, Мгм. таудағы от бөлімін талдау. Яғни берілген тапсырманы бөлімді оқып, соны кестеге толтыруға дайындалып жатырсыңдар, иә, балалар? Иә. Жақсы. Абылай, иә, ойларыңды ортаға салып айта беріңдер. Сендерде талқылау жүру керек міндетті түрде. Мен екінші залды барып көріп келейін, балалар. Ал, балалар, үш топқа бөлініп отырып жұмыс жасадық. Әр топқа берілген бөлімдер талқыладыңдар. Мен әр топқа кіріп қарап шықтым. Мұнда мен кішкене кейбір топтарға кешігіп кірдім. Себебі мұнда біздің бүгінгі сабаққа қатысып отырған қонақтарымыз залға кірмей қалған екен. Сол кісілерді кіргізіп отырумен екінші топқа кішкене кешігірек кірдім, иә. Ал, балалар, олай болса, енді берілген тапсырмаларды осы ортақ қазір чатта талқылайтын боламыз. Бірінші топтың топ жетекшісі. Мен кімге демонстрация экран берейін? Так. Қазір ортаға жиналып жатыр балалардың барлығы. Альмира, өзің жасайсың ба демонстрация экран? Бердіңіз бе? Иә, бердім. Ал, енді бірінші топтың жасаған талдауын оқушылар ортаға көрсетсін. Экранды үлкейте қой, показ слайдқа қоя қой, слайд-шоу жасап. Біздің топқа берілген тапсырма таудағы от бөлімдегі оқиға желісін кестеге толтыру. Оқиғаның басталуы: Арқарлы тауының төсінде арқардың бір шағын үйірдің түнеуі. Дамуы: Сәменнің тау ішінде малшы ағасына қонаққа баруы. Қонаққа баруы, жақсы. Сәменнің Шымбұлақ сайынан өте бергенде көшпелі алтынды көруі. Жақсы, Шымбұлақ. Келесі. Сәменнің көшпелі алтын аңызына сенбеуі. Бұл шешімі.
сенбеуі, яғни оқиғаның басталуы болды, олардың жаңағы арқарлардың үйіріне тап болуы, одан кейін олардың малшы ағасына қонаққа баруы, яғни жаңағы аңыз бар, бұл жерде балалар сол аңызға сүйене отырып, олар алтынды көріп, арғарта соны іздеуге шығады, яғни Сәмен оқушының алтынды көргеннен кейінгі әрекеті, бірақ та оның алтынына сенбеуі дедіңдер. Жақсы, арғарта қазір біз бұны талдайтын боламыз. Келесі екінші топтыкін көрсете қойсаңдар. Екінші топқа берілген бөлім Шайтантауға сапар. Бізге берілген тапсырма Шайтантауға сапар бөліміндегі кейіпкерлердің әрекетін талдап жазу. Шайтантауға сапар бөлімінің кейіпкерлері ол Сәмен мен Қажытай. Олардың әрекеті Шайтантауға ешкімге тіс жармай сапарға шығып, ғажайып көріністің куәсі болып қайтуы. Жақсы. Кейіпкер Сәмен тау жартастарда саяхаттауды сүйетін ізденпаз, Қажытай ақылды қиялшы дос. Жақсы. Яғни балалар, Шайтантауға сапар бөлімінде әрине кейіпкер Сәмен мен Қажытай, негізгі екі оқушы, бір-бірімен дос бала, олардың әрекеті жаңағы Шайтантауға бару үшін ауылда ешкімге айтпай, яғни тіс жармай сол жаққа барады. Сөйтіп олар сол ғажайып көріністің куәсі болған екен, өте жақсы. Екеуіне мінездеме, Сәментау әрине алған жаңағы Сәментаудан көрген оқиғаны міндетті түрде арғарата аяғына шейін жеткізем деп ойлап, сондай бір ізденімпаздық танытып, соңында өзі іздеген мұратына жетіп, толық мағлұмат алады екен. Өте тамаша балалар, жақсы орындадыңдар. Келесі үшінші топтың. Так, үшінші топ басшысы Адина, бізде айта қой, Адина. Бұл көрініс Сәменге ой салды. Адамның қатысуынсыз мүмкін бе осылай болуы? Егер мүмкін болмаса, мынау не? Табиғатта осындай құбылыстар болып жатқан, бәлкім адам баласы біздің ғалымда білмейтін шығар. Олар қиял тербеткен осындай ойлардан алған әсерден сертіліп үлгергенше болған жоқ. Кенеттен одан да үрейлі бір оқиғаға душар болады. Бізге берілген тапсырма оқиға одан қарай қалай өрбитінін айту. Ары қарай Кейіпкерлер жинақты айту. Сәмен мен Қажытай үңгірдегі жұпыны киінген бір адамды көреді. Сосын ол адам олардан бұл жерге қалай тап болғаны жайлы сұрайды. Сонда бұл жер сынақ полигоны болып шықты. Дұрыс, өте тамаша. Комбинезон киген адам балаларды кең залға кіргізеді. Балалар жан-жағына қарап, сан-санып қарай бастайды. Сәмен мен Қажытай қаққан қазықша қадалып, табалдырықтан аттай беріп бөлмедегі екі адамды көреді. Олардың бірі қазақ, мұрны қоңқақ, көзі қысықтау біткен Серәлі Айтиев. Жақсы. Ал екіншісі орта бойлы Бежев. Сәмен оларға от көргенін, көшпелі алтындарды іздеп әңгімесін айтып береді. Сосын Айтиев балаларға лаборатория, найзағай жайлы бәрін түсіндіріп айтып береді. Сосын балалар сұрақтарына жауап алып, оларды көлік келіп алып кетеді. Балалар осыдан соң тамаша қуанышқа бөленгендей ләззат алады. Яғни аңыздың шын өмірде қалай болатындығын, яғни жаңағы фантастиканы шын өмірмен байланыстыра отырып, олар нақты лабораторияда осы жұмыстың қалай іске асатындығын көреді екен. Тамаша балалар, өте жақсы. Альмира маған демонстрациядан доступ бере ғой. Балалар, берілген тапсырмаларды өте жақсы орындадыңдар. Яғни бұл рахмет. Так. Яғни Zoom тапсырмасы бойынша жұмыс жасадық топта балалар. Енді қарай қойыңдар, барлық бүгінгі тапсырманы орындаған топ мүшелеріне және топ басшыларына балалар менен от шашу. Өте тамаша. Енді келесі кезекте балалар біз мақал сөздің мәйегі айдары бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Яғни өздерің білетін Learning Capis әдісі арқылы осы жұмыс жасайтын боламыз. Берілген тапсырма. Так, қазір. Экран көрінді ма балалар сендерге? Иә. Сонда балалар, Сәмен мен Қажытай нені іздеді?
Көшпелі алтын. Яғни алтын алтын. іздеді, иә, жақсы. Олай болса, балалар, мына learning apps әдісі арқылы қазір жұмыс жасаймыз. Онда берілгендер мақал мәтелдер. Яғни мақал мәтелдің жаңағы түсіп қалған сөзін орнына қоюларын қажет, немесе мақалды ары қарата толтыруларын қажет. Бұның барлығы біздің бүгінгі сабағымызбен тікелей байланысты. Олай болса, бірінші сұрақты оқимыз. Періште, Мирас оқи ғой. Алтынды. Періште алтынды көрсе жолдан таяр. Я нені көрсе? Алтынды. Алтынды көрсе жолдан таяр. Тамаша. Екінші, Альмира оқи ғой. Ақыл дарымас. Қалай болады деп ойлайсың? Алтын шірімес. Шірімес. Алтын шірімес болуы мүмкін, иә, жақсы. Алтын шірімес. Келесі Мұрат оқи ғой. Жалтырағанның бәрі. Алтын. Жалтырағанның бәрі алтын ба? Жоқ, алтын емес пе? Алтын емес. Алтын емес. Жалтырағанның бәрі алтын емес. Бәрі алтын емес. Келесі Бек, аз сөз алтын, Көп сөз көмір. көп сөз Көп күміс. сөз күміс. Яғни бізде жарайсыңдар балалар, тапсырманы тамаша орындадыңдар. Бізде яғни ненің суреті шықты балалар? Алтын. Алтынның суреті шықты. Олай болса, слайдымызға қайтадан оралайық. Слайд көрінді ма сендерге балалар? Яғни сендер мақал сөздің мәйегі айдары бойынша берілген тапсырмалардың барлығын дұрыс шешкенде сендерге алтынның суреті шықты. Я пазл әдісі бойынша жұмыс жасадық. Енді балалар, мен ол алтынның суретін бекерден бекер алған жоқпын. Біздің бүгінгі тақырыбымыздың өзі көшпелі алтын. Яғни сендер бұл шығарманы оқи отырып өздеріңде байқаған шығарсыңдар. Бұнда тек қана қазақ әдебиеті емес, сондай-ақ химия, сондай-ақ физика сабақтарынан да ой түюге болады. Байқадыңдар ма соны? Жалпы алтын дегеніміз не? Алтын элементтердің периодты жүйесінің бірінші тобындағы химиялық элемент. Ол сары түсті болады, созылғыш, асыл металл, химиялық инертті элементке жатады. Яғни ол балқытылмайтын жаңағы берілген сары түсті асыл металл екен. Химиялық жағынан зерттеп айтатын болсақ. Екінші, физикалық жағын айтатын болсақ, физикада иондану және диссоциация деген ұғымдар бар. Яғни, диссоциация процесі кезінде ауа молекулалары жеке атомдарға ыдырайды. Ал иондану кезінде нейтрал атомдар өз бойына электр зарядын алады. Яғни жаңағы Сәмен деген баланың мен алтын көрдім деп жүргені ол не екен? Иондану процесі. Иондану процесі жарқыраудан шыққан от, жаңағы найзағайдың оты деген болды ғой бізде әңгімеде. Енді балалар, осы алтын ұғымына байланысты біз әңгімені шынайы деп ойлаймыз ба, жоқ фантастика деп ойлаймыз ба? Фантастикалық әңгіме, Енді Талап Сұлтанбеков былай дейді. Менің фантастик жазушы болуыма Абыралының тауы мен тасы себепкер болды. Таудың биігі қиялымды шарықтатып, ұшар қанатымды қомдаған еді дейді. Яғни бұл кісі өзінің осылай фантастикалық жазушы болуына ықпал еткен табиғаттың көріністерін бізге айтып отыр екен. Байқадыңдар ма балалар? Сонда бір алтын ұғымына байланысты сабағымызда бірнеше жаңағы тұрғыдан талдауға болады екен. Олай болса балалар, жазбала қойыңдар. Бүгінгі бізге берілетін оқу тапсырмасы үйге әңгімедегі фантастикалық құбылыстарды теріп жазасыңдар. Өйткені бұл фантастикалық шығарма және оған сай өз көзқарастарыңды білдіресіңдер. Түсінікті ме балалар? Жақсы, жазып алыңдар. Келесі кезекте балалар, сабағымызда қорытылайтын болсақ, рефлексивті нысанаға назар аударыңдар. Ал бірінші тапсырма сұрақ, менің сабақта түсінгенім. Кім жауап береді? Не түсіндіңдер бүгінгі сабақта? Көшпелі алтын шығармасын толықтай түсіндіңдер ме? Тағы да нені түсіндік? Көшпелі алтын не екенін түсіндіңдер. Жазушының осы шығарманы жазуға не себеп болғандығын түсіндіңдер ме жазушының шығарма жазуына?
Жақсы. Иә. Олай болса балалар, жаңадан білген бір факт айтыңдаршы осы бүгінгі сабақ бойынша. Қандай нақты? Үңгірде лабораторияның болуы. Жақсы, алтын өндіру лаборатория бар екен, тағы да? Бұл Талап химиялық Сұлтанбековтың және осы физикалық құбылыс. Бек айта ғой. Талап Сұлтанбековтың осы шығарманы жазуының себебі өзінің жеріндегі үлкен әдемі таулар. Жақсы. Балалар енді өзінің жері болғанда бұл кісі мына Ақсу өңірінің тумасы деп айттық қой. Ал Абыралы тауы бұл кісі Семейде оқыған жеріндегі, Семейдегі сол Абыралы тауы екен. Мен оны кеше өзім осы сабаққа дайындалу барысында зерттеп көрдім. Келесі, мен келесі сабақта не білгім келеді дейді. Не білгілерің келеді балалар сабаққа? Өйткені бізде әңгіме әлі жалғасады. Біз бүгін тек кейіпкерлер жүйесін ғана талдадық. Ал болашақта не білгілерің келеді? Осы әңгіме жайында, немесе жазушы жайында. Сәмен Қажытайдың болашақта іс-әрекеті не істейді олар осыдан соң? Ал жақсы, тамаша. Қалай бітетіні туралы. Ал енді осы жерде кішкене қосымша айтайық. Бағана Адиналар өте жақсы айтты. Екеуі алтынды іздеп шығып бір үңгірге тап болады. Үңгірге барғанда жаңа комбинезон киген деп берілген, яғни арнайы киіммен адамдар алдарынан шығады. Мына ен далада бұл екі бала неғып жүр деп екеуіне кішкене басында ренжіп, ұрсып, балаларды одан кейін бөлмеге әкеліп кіргізеді. Сол бөлмеге келген кездегі балалардың аң-таң болғаны, яғни бұндай лабораторияны өмірі көрмеген балалар осындай жеріне таудың үңгірдің ішіндегі лабораторияны көріп аң-таң болады, иә? Сол кезде оны қасына отырып қойып, жаңағы Бежев және осы зерттеп жүрген ғалымдар бүкіл жаңағы жасалу жолын қалай сұрыпталатындығын барлығын балаларға түсіндіріп айтады. Сонда әңгіменің соңында айтылады ғой, енді бүгін дейді көшпелі алтынды іздеп шыққан Сәмен өзінің нақты мақсатына жетпесе де, бірақ та білімін толықтырып, ғылыми тұрғыда біраз нәрсені біліп, үйіне қайтты дейді, иә? Енді Адина өте жақсы сұрақ қойып отыр, келесі одан ары ол не істеді деп. Сол кезде ауыл адамдары не дейді? Ол жаңағы аңыз еді ғой, бұрын бір жас жігіт алтын көрген, үйіне алтын кіріпті, ол алтын көшеді екен. Яғни сол алтынды көшіп жүріп артынан қуалаған екен. Сол қуалаған алтыны жерге жоқ болып сіңіп кеткен екен. Жаңағы жерді қазып қараған екен деген сияқты аңыздардың негізіне еліріп отырып, Сәмен жаңағы оқиғаға тап болады, иә? Жақсы, келесі соңғы сұрақ, менің түсінбей қалғаным. Түсінбей қалған жерлерің бар ма әңгіме бойынша? Жоқ, бәрін түсіндік. Жоқ, бәрі түсінікті. Түсінікті, иә. Егер де әңгімені оқып отырып түсініксіз сөздер болса, немесе басқа да бір түсінбей жатқан сұрақтарың болса, міндетті түрде сұраңдар, оқыған кезде міндетті түрде дәптерге түртіп алып жазып отырыңдар. Мен үнемі айтамын ғой, өйткені сендерде бұл әңгімені арғарта біз әлі де талдап жалғастыратын боламыз. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Біз 10-нан сәл ертерек бастадық бүгін сабағымызды. 10-ға 10 минут қалғанда бастадық қой деймін, иә? Бүгінгі сабаққа қатысқан балалар барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Онда оқушылар шыға беріңіздер, апайлар қалады. Жақсы. Сау болыңыз, апай. Сау болыңдар. Әріптестер, камераларыңызды қоспапсыздар ғой. Бүгінгі сабаққа қатысқан әріптестер, сіздерге көп-көп рахмет. Енді менің сабағым жайлы сіздердің пікірлеріңізді білсем деймін. Айнұр Сағатаевна, бүгінгі сабағыңызға көптен көп рахмет. Осы бір жарты сағаттың ішінде барлық әдіс тәсілдерді мынау осы интернеттің мүмкіншіліктерін де қолданып, жаңа бағдарламаның ішіне енгізіп, онан кейін сабақ пәнінің байланыстылығы, физика, химия деп отырсыз. Онан жаңа мағлұмат беріп балаларға көптеген ақпаратты беру арқылы өзіңіздің сабағыңыздың мақсаты деп ойлаймын. Рахмет. Балалар белсенді қатысты, топқа бөлуді де көрсеттіңіз. Балалар жұмысты жақсы білетіндігін, күнделікті орындап жүргендігі байқалып тұр. Сізге көптен көп рахмет. Сізден алатын көп нәрсеміз бар екен. Рахмет. Назыл апай, өзіңіз бір ауыз сөз айтсаңыз. Айнұр Сағатаевна, көп рахмет бүгінгі өткізген сабағыңызға.
Енді көрініп тұр ғой, балалар әбден төселген, осындай стриминг режимде сабақ өткізуге өте жақсы оқу мақсаты орындалды деп ойлаймын. Жалпы балаларға да сізге де көп рахмет. Рахмет. Еңбегіңіз Рахмет. Гүлназ Бақытжанова, сіздің пікіріңіз мен үшін маңызды. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Айнұр Сағатайқызы, сіздің бүгінгі